Нұрай Серікбайдың қазасына қатысты тергеу әрекеттері аяқталды. 6 айға созылған тергеп-тексеру жұмыстарына нүкте қойылды. Бұл туралы жәбірленуші тараптың адвокаты Аянхан Омаров мәлімдеді. Оның сөзінше бүгінге дейін жәбірленуші тарап пен адвокаты қылмыстық істің 7 томымен танысып шыққан. Сондай-ақ адвокат күдіктінің туған-туыстарын некеге тұруға мәжбүрлеу бабы бойынша жауапқа тарту мәселесі әзірге ашық екенін айтты. Онда ешқандай адамды тартуға мүмкіндік жоқ екендігін тергеу органдары алға тартуда. Ал жәбірленуші Нұрай Серікбайдың ұялы телефонына келетін болсақ, ол ұялы телефон әзіргі таңға ашылған жоқ. Себебі өзінің конструкциялық құрылыстарына байланысты iPhone маркалы ұялы телефонды ішіндегі мәліметтерін жойып кетпей сол күйінде сақтай арқылы ашу мүмкін емес екен. 7 томмен таныстық, көшірмелерін алдық. Қазір таңда оларды өзіміз тағы зерделеп, тиісті анықтамалар мен анализдер жасаудамыз. Яғни үлкен сотқа дайындық қазір жүріп жатыр.